Міне құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Мына жерге бачокты қойдық. Топкы жақ, пеш бөлме. Сырттан кеп тұрған су. Мына жерге фильтр қойдық. Фильтр қойдық. İçinde babla blok koyduk. Biz толған кезде тоқтатады суды. Bismillah деп ашып көреміз. Жақын бәрі жалғадық. Метр жерден келе жатыр су. Неге қойдыңыздар десеңіз, өйткені ішінде мұсыр болуы мүмкін. Аттар жеп қалмас үшін. Қызметі су толады, көтеріледі, сөйтсе су жағылады. Енді бақылмасы кетеміз, неғылып қоямыз. Ішке қарай су жөнеміз бар. Міне құрметті ағайындар, мына жерде қазір насоздың барлығын орнатып болдық біз. Суды қостық, бәрі жұмыс жасап тұр. Бұл жерде түсіріп атқан негізгі себебім айтайын деген. Мына подпитка. Осы шланганы, міне насоздың подачасы су шықты. Осыдан алып мынаған қостым мен қазір. Кранды ашсаң, мына коллекторге су кетеді. Бұл жерде айтқым келгені, теплый полдың ауасы шықпай қала береді көбінесе. Сонымен жұмыс жасамай қалады, ауа қалып кетсе. Сондықтан біз мына подачаның мына жерде кран тұр. Осы кранды жабамыз да, суды ашамыз бірінші су берген кезде отоплениеге. Сонда бұл подачадан кіреді су, ішіндегі ауасын бәрін қуып шығады да, мынадан былай қарай кетеді. Судың дауысы естіледі. Сол кезде мына кранды қайтып аша саласыз. Сонда мына жерден ауа шығару деген, ауа шықпай қалу деген нәрсе болмайды. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып, коммент, сұрақтар қойып отырыңыздар. Мен соған байланысты қолымнан келгенше видео салатын боламын. Келесі видеода кездескенше.